сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ертерек заманда өзі жомарт, мейірімді бір бай кісі өмір сүріпті. Байдың жақсылығын туған туысы, көрші қолаңы ғана емес, өткен кеткен жолаушылар да көп көреді екен. Бірақ жұртқа қайырымдылық жасаған сайын байдың дәулеті арта түседі. Біреуге қой берсе, қорасындағы қойы егіз туады. Байлығы жұтамақ түгілі арта түседі екен. Байекең бір күні сапарлап жолға шығады. Қас қарайып келе жатса керек. Ат үстіндегі Байекең қоржынынан нан алып жейді. Сол кезде нанның бір үзігі жерге түсіп кетеді. Құмдауыт жер екен. Байекең аттан түсе салып жерден нан үзімін іздей бастайды. Қанша қараса да таба алмайды. Қараңғы түсіп кеткесін сол жерге белгі қойып кетеді. Ертеңіне келіп нан үзігін жарықта қарап тауып алмақшы болады. Ертеңіне келіп қараса, белгі қойылған жерде ат басындай алтын жатыр екен. Байекең: жасаған Алла, мен онсыз да баймын, бұл алтынға мұқтаж емеспін, неге маған бердіңіз деген екен. Сонда: сен қанша бай болсаң да ысырапшыл емессің, сараң емессің. Бір үзім нанның қиқымын обалсынып қайта келіп отырсың. Нан қиқымын құмырсқа илеуіне әкетті, ол құмырсқа үшін бір жылдық азық. Ал бұл сенің пейіліңе берген алғысым деген екен жасаған. Қазіргі кезде нанның қиқымын түгіл, қоқысқа барсаң үйіліп шашылып жатқанын көресің. Ас атасы нан дейміз де сонша ысырапшылдыққа жол береміз. Сосын неге мынандай болды, неге менің ақшам жоқ дейміз. Барлығының сұрауы барын ұмытпайықшы, обалы, сұрауы барын білейік. Мынаны оқы. Бір күні пайғамбарымыз Мұхаммед сахабаларына былай дейді: менің үмбетіме бір заман келеді, сонда олар 5 нәрсені жақсы көріп, 5 нәрсені ұмытады. Дүниені жақсы көріп, ақыретті ұмытады. Өмірді жақсы көріп, өлімді ұмытады. Зәулім сарайларды жақсы көріп, қабірді ұмытады. Мал-мүлікті жақсы көріп, ол үшін берілетін есепті ұмытады. Жаратылысты жақсы көріп, жаратушыны ұмытады. Бұл адамдар шынымен де бейхабарсыз. Бұл ақиқат. Біз шынымен де өлеміз, қабірге барамыз, онда періштелер сұрақтар қояды.